Армандар орындалады каналына қош келдіңіздер. Бұл біздің бірінші сабақ. Бірінші сабақта бұл картаны қалай жасаймыз, қай уақытта жасаймыз, қай кезде жасаймыз, толық ақпаратты білетін боласыздар. Мінекей, бұл бізде дәптер тәрізді, өте ыңғайлы, обычный плакат сияқты емес. Плакатты қай жерге ілетініңді, қайда қоятыныңды және жабыстырған суреттерің жыртылып ыңғайсыз болады. Ал бұл күнделік өте ыңғайлы, себебі ішінде барлығы жинақталып тұрады. Өзіңізге керек жерге, шкафыңызға, комодқа, қай жерге, кітап сөреге қойып қойсаңыз да кітап сияқты өте жинақ тұрады. Енді бұл картаның ішіне келейік. Мінекей, бұл жерде сүннет бойынша тілек ету ең дұрыс дұға жасау тәсілі айтылған. Яғни бұл жерде хадисте кімде-кім дұға еткенде Алланы мақтап бастаса, оған міндетті түрде жауап беріледі деген хадис бар. Оны бәріміз білеміз. Осы жерде бірінші берілген дұғаларды жасайсыздар, оқисыздар. Одан кейін ғылыми дәлел, бұл ғалымдар да дәлелдеген. Армандарыңызды жазып, оны осылай жасайтын болсаңыздар, миға знак барып, барлық армандарыңыз міндетті түрде орындалады. Бұл опыт менің басымнан өткен, сондықтан баршаңызда жасауға кеңес беремін. Енді бұл жерде ғылыми дәлелдерді оқисыздар. Сонымен қатар әрі қарай армандар картасын бастамас бұрын бисмиллах деп бастау керек деген толық ақпарат берілген. Соны оқып шығасыздар. Айтылған ақпараттарды істейсіздер және мына жерге өздеріңіздің суреттеріңізді міндетті түрде жабыстырыңыздар. Жабыстырған кезде бұл сіздің жеке картаңыз, сіздің арманыңыздың орындалатынын миыңызға жеткізеді. Ми біздің түсінбейді не болып жатқанын, қалай болып жатқанын, қалай келетінін, қанша ақшаңыз бар, жоқ, бәрін түсінбейді. Сіз миыңызға сонда информация беру керексіз. Мына жерге сіз картаңызды, өзіңіздің суретіңізді жабыстырып, миыңызға сендірту керексіз. Бұл менің күнделігім, кітабым, бұның ішіндегі ақпараттың барлығы орындалады деп миыңызды сендіру керексіз. Сол үшін мына жерге суретіңізді жабыстырасыз. Әрі қарай кеттік. Арман картасын қалай дұрыс жасау керек? Арман картасын жасамас бұрын сізге атмосфера енді влияет. Атмосфера тыныш болу керек. Бала шағаңыз болса, мен қалай істеймін? Менің бала шағаларым шуламас үшін бәрін ұйықтатам, түнгі 1 болсын, 2 болсын, өзіме уақыт бөлемін. Сөйтемін да музыка қосып қоямын, немесе медитация тыңдаймын. Әйтеуір өзім ғана қалатын тыныштық бөлме болу керек. Ең бастысы тыныштық, миыңыз тыныш болу керек. Берілген ақпараттарды сезіну керексіз, сондықтан атмосфера күшті болу керек. Ең бірінші, ең бастысы, у-шуда как попало жасауға болмайды, ол бірінші ақпарат. Содан кейін осы картаны жасардың алдында өзіңіз қуанып, настроениеңіз жақсы, арманыңыздың орындалатынына сеніп, әр наклейканы жабыстырып атқанда дұғаларды айтып осы жердегі, соны сезініп отыру керексіз. Екінші ереже. Одан кейін QR бар мына жерде. Осы QR-ға iPhone болса тікелей ашылады, Android болса Google-да поискта, Google-дың жанында камера тұрады. Соны бассаңыздар, осы QR арқылы армандар орындалады. YouTube каналына кіресіздер. Сол YouTube каналда 7 түрлі медитация берілген. Сол медитацияны тыңдап, 21 күн міндетті түрде тыңдайсыздар. Оны тыңдау керек, өзіңізді сендіру керексіз. Медитация міндетті түрде. Ол жерде ислам шеңберінде айтылған барлық медитациялар. Енді кеттік. Мына жерде барлық наклейкалар берілген. Міне бірінші сегмент қаражат, байлық. Мен баймын деп өзіңіз сендіресіз. Және де барлық наклейкалар жабыстырып болғаннан кейін Алла менің несібемді оңай әрі күтпеген жерден жеткізеді деп өзіңіз сендіресіз. Мына жерде 9 сурет жабыстырасыз. Және де артына өзіңіз білесіз, жабыстырғыңыз келсе, мына жерге де жабыстыра салыңызға болады. Жабыстырмайым 9-ы жетеді десеңіз, жабыстырмай-ақ қойсаңыз да болады. Мінекей мына жерде әр бөліктің өзінің суреттері бар. Үй дейсіз ба, бөлмелер дейсіз ба, алтын, машина, не керек? Байлыққа қатыстың барлығы бар. Осыны кесіп аласыз, өзіңізге керегін. Бұл наклейка ашылады. Аласыз да? Мына жерге жабыстырасыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 суретті. Жабыстырып болғаннан кейін, міне мына сөзді айтасыз. Мына жағына жабыстырсаңыз да болады. Және де міндетті түрде мына жерге жазасыз. Дұға берілді ғой мына жақта. Дұғаны айтасыз, жазасыз. Менің арманым Алланың қалауымен міндетті түрде орындалады. Мен ең жақсыға лайықпын. Медитация бар.
сол медитацияны, именно байлыққа қатысты медитацияны тыныштықта отырып тыңдасаңыз да, көзіңізді жұмып жатып тыңдасаңыз да болады. Сол медитациядағы сөздерді өзіңіз не қалайсыз, машина, үй, барлық маркасын, этажын, бөлмесін, барлығын жазып шығыңызшы. Міне осы параққа жазасыз өзіңіз не керек екенін. Әрі қарай кете береді, міне саяхат. Бұл жерде де дәл солай наклейкалары бар әрқайсының, мінекей. Мансап, қызмет, барлығын осылай жазып шығасыздар. Соңында тілек айтылған тілекті оқып жабамыз. Күнделікті медитацияны осы YouTube каналда тыңдаймыз 21 күн. 21 күн бір медитацияны тыңдаймын десеңіз де болады. 21 күн бойы бірінші басқа, екінші күн басқа, үшінші күн басқа, төртінші күні басқа. Солай алмастырып отырсаңыз да болады, бірақ 21 күн медитацияны тыңдап, суреттерді жабыстырып атқан уақытта өзіңізді елестетіп, прям сол жерде жүргеніңізді, сол саяхаттайсыз ба, Мекке Мединаны алдыңыз ба, Лос-Анджелесті алдыңыз ба, немесе басқа неке қандай қала бар, Стамбулды алдыңыз ба, жабыстырып аттыңыз ба, елестетіңіз, прям соның ішінде жүргендей елестетіп, дұға етіп, арман карталарыңызды жазыңыздар. Содан кейін бүгін жасадыңыз ба, есептеп алыңыз. 13 апрель мысалы, келесі жылы 13 күні апрель күні ашсаңыз да болады, немесе күнде ашып, осы жерде дұға тілектерді оқып, мына жерге барлығын жазбасаңыз, толықтай осы біткенше күнделікті армандарыңызды жазып отырсаңыз да болады. Армандарыңыз міндетті түрде орындалады. Алла баршамыздың армандарымызды орындалуды нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, молшылықта, берекеде өмір сүруді Аллахым нәсіп етсін. Сенім білдірген әрбір жанға рахмет айтамын. Міндетті түрде жаттығуларды, медитацияларды орындаймыз. Тек қана жақсылық әкелетін, береке алып келетін, өміріңізге қуаныш алып келетін, армандарыңыз орындалатын күнделік болсын.